Адам байлыққа тоймайды, дүние мал ащы судай көрмекті. Қанша ішсен де сусын қанып кермепті. Жинар адам талай кәкір шүкірді. Ойламай-ақ неге деген пікірді байып алып, болса тілек түгелдей. Жан береді, бәрі қалып, түк өнбей. Шайы жібек оранып, енжай ғана. Жер жастанып, жатсың ғой, ей дана, мәз боп тоймай тіршіліктің ойнына. Жатасың ғой, кіріп жердің қойнына. Қас жерікпен жорға мінген батыр ол. Қу табытқа түсіп алып жатыр ол. Ойла мұны, жеп көр қамын бастында. Жат өкінбей қара жердің астында. Бол разы қандай іске жазаға. Тура сөйле мойын сынып қазаға. Әскерің де қалың қолда кернейді. Алтын күміс бәрі пайда бермейді. Алтын күміс жинап обыр көзбенен. Кетесің ғой екі-ақ құлаш бөзбенен. Байлық үшін отқа түспе таспағын, құмарлықтың мойның жұлып тастағын. Жоюлы жатқан қазаны да бір, үйеулі жатқан топырақта бір. Екеуі де пайдасыз. Көздің сұғы қораған құм сияқты. Қанша дәннің дария келіп құйса да тоймайды. Наданның көңілі де құм сияқты. Қанша дария келіп құйса да толмайды. Байыдым деме, кедейлік сіңіріңе жетер. Жетістім деме, қара жер түбіріңе жетер. Кедейлік кемдік емес, мал көздеме, ойлама. Аздық тақтығын, бүтін кем, ойла тамақ тоқтығын. Бай кедейлік қара бастың ісі ғой, деме кемдік, пайда мүлік жоқтығын. Байлық басқа машақат, аш көздік жаман әдет, серті қатты, өкініш артында оның қайғы жатты. Бай болу, кедей болу тағдыр ісі.
мал іздеу ерге шейін машақаты. Дүниесі малы барға жағында ел, азат жанын құл қып беріп бағынды ел. Малсыз ерді көрмей өтіп елемей, көзін жұмып жүз үйіріп қағынды ел. Аш көздік елді бұзады, ел бұзылды, байлық қуып мал жиған. Күшейгенде өлексеге қонжиған, сақтайды жұрт малын жемей қаржылап. Саран алтын жия берер зар жылап, туысты емес малды қамсыз жасады. Жақынымен иттей ырылдасады. Қорықпай-ақ байлық үшін қу жанның баласында буындырар туғанның. Байлық жау, мал мүлікті жау деп еске тиесің. Болса санаң жауды қалай сүйесің. Жиған малың сел ағыны деп ойла. Қой тастай қып домалатар иесің. Бір адам мол дүние жинады, бірақ ішіп жемеді. Бір адам ғылым мен білім үйренді, бірақ оны іске асырмады. Екеуі де опық жеді. Өйткені олар сор болашаққа бидай еккендей болды. Ешкім мені мазаламасын десең, кедейге қарыз бер, байдан қарыз сұра. Сонда олардың еш қайсы да саған жоламайды.